Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ағартатын және тегістейтін маска жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге түйенің сүті 2 шай қасықпен 2 рет құйып аламыз. Шай қасықпен күріш ұнын саламыз. 1 қасық. Bir қасық бал қосатын боламыз. Бұны араластыратын боламыз. Біздің маскамыз дайын. Енді біз маскамызды жағамыз, немесе осындай тоңаз қысқа салып қоюға ыңғайлы осындай ыдысқа салып қойсақ та болады. Немесе осындай масканың пішініне жағып қойсақ та болады. Ал мынаған біз жағайық. Ал маскамызды жағайық. Біз маскамызды бүктеп болдық, арнайы осындай пакетіне салатын боламыз. Біздің маскамыз дайын болды. Біз енді масканы 20 минут қоямыз. Сосын жылы сумен жуатын боламыз. Бұл масканың пайдасы теріні ағартады және секпіл мен дақты азайтады.